Қазақстанда ауаның ластану проблемасы жылдан жылға күрделеніп келеді. Ауаның ластану деңгейі бойынша әлемдік рейтингте 2020 жылы Қазақстан 106 елдің ішінде 32-ші орынға тұрақтады. Әсіресе ірі қалалардағы атмосфералық ауаның ластану деңгейі өте жоғары. Еліміздегі ауаның негізгі ластаушы көздеріне өндіріс, көлік, ауыл шаруашылығы салалары, қалдықтар және отын жағу, оның ішінде жекеменшік үйлерді жылыту секторы жатады. Нұр-Сұлтан қаласында әр қыс сайын 4,5 миллион тонна көмір жағылады. Оның 500 мың тоннасын жеке сектор, 3,8 миллион тоннаға жуығын жылу электр орталықтары тұтынады. 4,5 миллион тонна көмірдің жағылуы жыл сайын ауаға 40 мың тонна шығарындылардың бөлінуіне алып келеді. Ауаның ластануы қазіргі уақытта халықтың денсаулығына төніп тұрған ең үлкен қауіп. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, Қазақстанда ауаның ластану әсерінен әрбір 100 мың тұрғынға 62 өлімнен келеді. Сол себепті әлем елдері, оның ішінде Қазақстанда өнеркәсіп пен жеке секторды баламалы, неғұрлым экологиялық таза энергия көздеріне көшіріп жатыр. Тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен елімізде орталық Қазақстан мен елорданы бірыңғай газ тасымалдау желісімен жалғайтын Сарыарқа газ құбыры салынды. Нұр-Сұлтан қаласына дейінгі магистральды газ құбырының құрылысы кезең-кезеңімен 171 елді мекенді газбен қамтуға, сондай-ақ ластаушы заттар шығарындыларын жылына шамамен 34,6 мың тоннаға азайтуға мүмкіндік береді. 2023 жылға қарай елорда толығымен газбен қамтылады. Қаламызда жалпы осындай мүмкіндікті 14 мың абонент алып отыр. Бүгінгі күні оның газға өткені 1000 абонентті құрады саны. Күнделікті негізде аталған көрсеткіш өсіп отырады. Аталған тұрғын алаптарда бөлек біздерде энерго орталықтарды, яғни ТЭЦ-1 мен ТЭЦ-2-ні газға ауыстыру бойынша жұмыстарда параллель түрде жүргізілді. Болашақта іске қосылатын ТЭЦ-3-ге де біз қажетті газ құбырын әкеліп, қажетті газ жабдықтарын орнаттық. Яғни өз жұмысын ол бастағанда газбен бастайтын болады. Бұл атмосфераға шығарудан бөлек ласты заттардан көптеген тұрғындарға ол денсаулығына да пайдалы. Бұдан бөлек қайта жаңғыртатын қуат көздері саласындағы шағын масштабты жобалар жеке үй шаруашылықтарының ауаны ластау проблемаларын тиімді шешудің құралы бола алады. Күн коллекторлары немесе күн панельдері сияқты қайта жаңғыртатын энергия көздерінің технологиялары үй шаруашылықтарын жылытуға қолданылса, қаладағы экологиялық климатқа да, жалпы еліміздің экологиясына да оң әсерін тигізеді. Сонымен қатар қазірдің өзінде астық егетін өңірлерде, оның ішінде солтүстік Қазақстанда қолданылып жатқан биомасса қазандығы сынды технологияларды атап өтуге болады. Жылу желілері болса, бұл технологиялар көмірді ауыл шаруашылығы сабанымен толығымен ауыстыруға мүмкіндік береді. Ауаның ластану проблемасы адам денсаулығы үшін ең үлкен экологиялық қауіптің бірі. Сол себепті күш біріктіріп, неғұрлым экологиялық таза және қауіпсіз қуат түрлеріне көшуді қамтамасыз ету өте маңызды.